Біріншіден, сәлеметсіздер ма? Менің аты-жөнім Тұрсынғазы Нұрғазы Сейітқазыұлы. Семей қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәнінің мұғалімімін. Енді бүгінгі вебинарымыздың тақырыбы ол Quizzes жүйесінің көмегімен үй тапсырмасын ойын түрінде ұйымдастыру болып табылады. Енді негізінен семинар мынандай 3 бөлімнен тұрады деп ойлаймын. Біріншісі ол өзіміз үй тапсырмасын ойын түрінде балаларға бермес бұрын сіздер өздеріңізді балалардың орнында сезініп бір рет көресіздер, ол қалай болатындығын ойнап көресіздер былайша айтқанда. Екінші бөлігі ол бірге отырып құрастырып көреміз, яғни мен ең басынан бастап осындай викторина түріндегі үй тапсырмасын қалай құрастыру туралы бір сабақты толығымен құрастырып шығамыз. Одан кейін қолдану, ол енді өздеріңізге болады, келешекте практикаларыңызда сәтті қолданасыздар деген ойдамын. Енді бастайтын болсақ, қазір бірінші ойнап көруден бастайық. Ол үшін мен өзімнің Quizes'те жасалған тақырыптардың біреуін алайын, мысалы вектор координаталар. Менің түсінігім бойынша бізде қазір тек математика мұғалімдері ма, или әртүрлі пәндер ма? Мен соны қоя қалдым, жаңа бір кісі әдебиет мұғалімімін деді ма? Жақсы. Енді мен онда алдын ала жасалған осындай бір ойында сіздерге берейін. Мысалға, начать живую викторину дейінде продолжить. Қазір сіздерде чатқа сілтеме салайын. Так, чат бізде. Енді сіздерге қазір чатта сілтеме саламын. Құрметті ұстаздар, енді осы сілтеме арқылы өтіп, жаңағы өз аттарыңызды жазып, ойынға қатысып көрсеңіздер. Енді егер басқа пәннің мұғалімдері болса да, өздеріңіз білгенше жауап беріп көруге тырысыңыздар. Барлық сұрақтарға дұрыс жауап беру міндетті емес, әрине. Мына ең бастысы мен берген сілтемеге кіресіздер, аттарыңызды жазып, ойынды бастай бересіздер. Яғни сіздер қазір оқушы ретінде кіріп отырсыздар. Сіздерге алдын ала тіркелу, қандай да бір аккаунт жасау оқушыға қажет емес. Ондай қажеттілік тек қана мұғалімде бар болады, яғни мұғалімдер аккаунт жасау керек болады. 2 мұғалім бастауға дайын екен. 3 мұғалім дайын. Бастай берейік, мына. Енді кім кіріп үлгерген жоқ? Олар кім кіріп үлгерген жоқ? Түк етпейді, артынан да кіре берсеңіздер болады. Ойын бәрі бір уақытта бастау міндетті емес. Қатысушылар бізде қазір 20 адам қатысып отыр вебинарға, бірақ ойынды тек қана 7-міз бастадық. Чатта тұрған сілтеме бойынша барлықтарыңызды кіруді сұраймын. Кіріп тіркелудің қажеті жоқ, тек қана аты-жөндеріңізді жазасыздар да қатыса бересіздер. Барлық сұрақтарға дұрыс жауап беру міндетті емес. Жақсы, мен қазір 7 мұғалімнің нәтижелерін көріп отырмын. Яғни, кейін оқушыларыңызға үй тапсырмасы ретінде берген кезде, оқушыларда да дәл сіздер сияқты ойын ойнаған сияқты сезім болады. Яғни, бір-бірімен жарысу, конкуренция болады. Бір-бірлерінің балдарын көріп отырады. Сәйкесінше жылдам оқушыға көбірек бал беріледі. Бірақ барлығын дұрыс жауап берген оқушы әрине бірінші орын алады. Яғни сонда балдар жинауға 2 фактор әсер етеді. Ол біріншіден жылдамдық, екіншіден ол дұрыс жауап. Тез бірақ қате жауап берген оқушыға әрине бал берілмейді. Көріп отырсаңыздар, әр сұрақтан кейін қанша бал алғаныңыз сіздерге шығып отырады.
Құрметті ұстаздар, кішкене тез жауап берсек. Алтын өте жақсы. Жақсы, енді бірінші тапсырманы осындай түрде көрдіңіздер деп ойлаймын. Өкінішке орай бізде қазіргі вебинарда отырған 22 оқушының тек 22 ұстаздың тек қана 7-еуі ойынға қосылып, өзін оқушы ретінде сезініп көрді. Енді келесі біз осындай тапсырмаларды құрастырып көреміз, яғни құрастыруды үйренеміз. Қазір мен ойынды аяқтаймын. Аяқталды. Мына ең үздік нәтиже, яғни ең жоғарғы балл жинаған оқушылар көрсетіледі. Енді жалпы квизисқа жаңағыдей викторина түріндегі үй тапсырмаларын құрастыруды практикасына көшейік. Яғни біздің вебинарымыздың негізгі бөлімі ол практикалық бөлім. Қазіргі таңда біріншіден сайттың атын айтсақ, ол quizzes.com деп аталады. Көріп отырсаңыздар, мен өзімнің браузерымда осы адресті терейін. quizzes.com, админ деген вкладкасына кіреміз. Сол кезде осы страница пайда болады. Негізінен орыс тілінде бар, бірақ шын айтқанда орыс тіліндегі аудармасы сапасыз, кейбір өзінің функцияларының барлығы қате жазылған. Егер ағылшын тілін жақсы білсеңіздер, негізінен тілді ағылшынға қойған дұрыс. Бұл сайтқа тіркелу енді аса қиын емес. Егер сіздердің Google аккаунттарыңыз болса, сол арқылы да кіруге болады. Қазір тіркелу мәселесін толық қарастырып қажет емес. Қазір өзінің мақсатымыз нақты қандай да бір сабаққа арналған үй тапсырмасын құрастыру болып табылады. Енді көрейік. Біріншіден мұнда кірген кезде неден тұрады? Өзі ең сол жағында бізде біздің профиліміз тұрады, яғни менің фамилиям жазылған, фотом тұр. Астыңғы жағында создайте дейді, яғни ол жасау, викторина. Создайтенің ішінде екі пункт бар. Ол біріншісі викторина, екіншісі урок деп аталады. Урок деген ол... Микрофондарыңызды өшірсеңіздер жақсы болар еді. Өте көп артық дыбыс. Екіншісінде урок деп аталады. Бұл урок деген ол кейіннен жаңадан пайда болған функциясы, яғни онлайн сабақ жасауға негізінен болатын құрал, бірақ әлі қателіктер бар, өйткені бета тестілеу кезеңінде жатыр. Енді викторина деген сол бізге қажетті пункт, яғни ойын ұйымдастыру. Біз ойынды сабақ барысында қолдануға да болады, немесе үй тапсырмасы ретінде беруге болады. Одан кейінгі жалпы проводить деген ол уже бар ойындардың ішінен таңдап қандай да біреуін өткізуге болады онлайн. Яғни сіз жасау міндетті емес, сіз басқа мұғалімдер жасаған, басқа да кісілер, басқа елдің мұғалімдер жасаған тестілерді пайдаланып, сіз өзіңізге қолдануға болады, өз оқушыларыңызға. Одан кейін моя библиотека деген болады. Бұл жерде ол сіздің сіз қолданған тесттардың барлығы жинақталады. Одан кейін сол жағында созданное мной десеңіз, ол нақты сіз жасаған тесттер жиналады. Яғни өзіңіз құрастырып, өзіңіз жасаған викториналардың барлығы осы жерде жинақталады. Бұл жерде оң жақтың төмен жағын қарап отырсаңыздар, создать коллекцию деген пункт бар. Бұл жерде өзіңіз жасаған викториналарды қандай да бір папкалерге, каталогтарға жинақтап, барлығын
құрылымын дұрыстап қоюға болады. Яғни мысалы менде тұр 8-ші класстарға арналған, 9-ші класстарға арналған, 7-ші класстарға арналған деген сияқты. Ал сол жақ тізімде ол барлығы көрсетіледі. Одан кейін отчеты деген бар. Мысалы жаңа біз өткізген ойынымыздың отчетін қарайтын болсақ, міне вектор координаталар деген тақырыпта викторина болды. Оған 7 мұғалім қатысты. 7 мұғалімнің нәтижелері көрсетіліп тұр. Одан кейін вопросы деген бар. Вопросы дегенге бассақ, біз әрбір сұрақ бойынша анализді көреміз. Яғни бізге мысалы бірінші сұраққа неше адам дұрыс жауап берді деген. Бірінші сұраққа мысалы ешкім дұрыс жауап бермепті. Негізінен шыны керек, мен бұл вебинарды бастаған кезде математика мұғалімдер ғана болады деп ойлағанмын. Егер басқа пәндер болатынын ескерген кезде, жалпы тек қана математика емес, жалпы тақырыптағы бір викторина құрастыруға болар еді. Мұнда бірінші сұраққа мысалы ешкім дұрыс жауап берген жоқ. Сондықтан егер сіз өзіңіздің балаларыңызға бергеннен кейін осы сұрақтарға қарап, ішіне нақты қай сұрақтар бойынша кері байланыс беру керек, қай сұрақтарды қайталау керек деген мәселелер бірден осы жерде шешіледі. Яғни мына сұраққа қайталап тағы да бір көңіл бөлу керек деген сөз. Екінші сұраққа қарап отырсақ 29% бала, яғни екі ұстаз ғана біздің жағдайда дұрыс жауап берген. Осы сияқты әрбір сұрақ бойынша кері байланыс беріп отырғанға ыңғайлы. Яғни енді қараңыздар, мұнда тағы да 2 сұрақ болды. Бізде сұрақтардың форматтары әртүрлі. Бұған дейін осы квизистің өзінде де сұрақтардың 2 форматы болатын. Ол біріншіден тест, бір дұрыс жауап, екіншіден бірнеше дұрыс жауап болатын тест болатын. Енді қазіргі таңда сұрақтың форматтары көбейіп отыр. Оны қарасаңыздар, міне бірінші сұрақта сіздер оқушы ретінде нақты бір сөзді жазып отырасыздар. Яғни мұнда текст жазылған, ортасында бір сөз қалдырған. Сол сөзді өздеріңіз толықтырып жазу керек боласыздар. Яғни бұл жаңа мүмкіндік. Одан кейін екінші, үшінші ары қарай тест болды. Одан кейін тағы да бір жаңа сұрақтың мүмкіндігі ол анықтама. Яғни сіз жалпы бір сұрақ қоясыз, соған оқушы анықтама жазады, или сіз қандай да бір бағаланатын емес сауалнама сияқты жүргізсеңіз, сіз сұрақ қойып оқушының сол туралы ойын білуге болады. Бұл әрине бұл сұрақ бағаланбайды. Бұл жерде тек қана оқып дұрыс қателігін мұғалім шешеді. Өйткені компьютер оның дұрыс қателігін анықтай алмайды текст мәліметтің. Келесі ең соңғысы ол сауалнамалық сұрақ дейді, яғни бағаланбайтын сұрақ. Бұл жерде көбінесе мен рефлексиялық сұрақтарды осындай типте қойған дұрыс деп санаймын. Өйткені сіз оқушымен рефлексияласыз, яғни мен сіздерге сұрақ қойдым, тақырыпты қаншалықты түсіндіңіз, өз біліміңізді бағалаңыз деп. Мысалға осындай сұрақтар арқылы біз оқушылардың өз-өзін бағалау, яғни өздерінің рефлексиялық анализін шағын түрде көруге болады. Одан кейін ең бастысы осы оқушылардың өздерінің берген рефлексиялық анализімен мына тесттің нәтижелерін, мысалы қарап отырсаңыздар, мұнда жаңағы тапсырған мұғалімдердің ешқайсысы толық түсіндім деп жауап бермепті, ал толық түсінген жоқпын деп те ешкім жауап берген жоқ. Бірақ біз мысалы мына нәтижелерге қарайтын болсақ, енді оқушылар болған кезде әрине сол өздерінің бағалауымен мына тесттің нәтижесінде алған бағалардың сәйкестігін бірдей болса, яғни екеуі бір-біріне сәйкес болса, яғни оқушылар өздерінің оқу үрдісін жақсы түсініп отыр, нені білетін, нені білмейтіндігін жақсы түсініп отыр деген сөз. Сол сияқты сұрақтарды осылай бойынша сұрақтар бойынша анализ жасауға болады. Келесі обзор деген пункт бар. Бұл пунктқа басатын болсақ, әрбір сұраққа қай оқушылар жауап берді, қай оқушылар жауап берген жоқ дегендей осындай толық картинаны көріп отыруға болады. Келесі темы деген, мұнда біз егер әрбір сұрақты қарастырған кезде қазір көрсетеміз, сұраққа қандай да бір тақырыптар меңзеуге болады. Мысалы, мен жаңа бір тақырыпқа арналған тест болды. Бірақ қазір сұрақ қарастырған кезде көрсетем, әрбір сұраққа қандай да бір тақырып тиісті болуы мүмкін. Мысалы, қарастыратын болсақ, биология деп тест жасасақ, биологияның ішінде сұрақтар ішіндегі цитологиядан келуі мүмкін, немесе жануарлар әлемінен, немесе өсімдіктер әлемінен келуі мүмкін. Сол сияқты әрбір сұраққа өзінің тақырыбын белгілетін болсақ, мына кейіннен біз тесттің нәтижелерін көрген кезде темы деген бөлімге кіргенде әрбір тақырып бойынша жеке-жеке анализ жасап береді, яғни қай тақырыпты қаншалықты меңгергендігін. Немесе қазіргі оқу бағдарламасына келетін болсақ, сіздер мақсаттар бойынша, яғни бір викторинаның ішінде 3-4 оқу мақсаты болса, әрбір сұраққа өзінің оқу мақсаттарын тіркеп қойсаңыз, кейін осы темаға кіргенде әр оқу мақсаты бойынша жеке анализ жасап береді. Қай оқу мақсаты қаншалықты пайыз дұрыс жауап берілді дегендей. Енді
Бұл жалпы біз қарастырған викторинаның кері байланысы осындай түрде беріледі бізге. Келесі енді настройки деген ол баптаулар ішінде тілді таңдауға болады, парольді өзгертуге болады, немесе аккаунтты өшіруге болады. Төменгі жақта енді кейін жақсы меңгеріп жатсаңыздар өздеріңіз қарап білесіздер деп ойлаймын. Бұл жерде мемы, коллекция, профиль деген нәрселер, олар жай қызығушылықты арттыру үшін оқушыларға арналған құралдар. Көрейік. Енді бір тест жасап көрейік, викторина жасап көрейік. Қазіргі таңда енді викторина қандай да бір тақырыпқа болсын. Енді сіздер әртүрлі мұғалімдер болғандықтан әртүрлі пәндегі қазір енді мен өзім білетінімді қарастырайын, математиканы таңдайын. Мысалға математикада мен жаңа векторлардың координаталары деген тақырыпты өттім. Мен білем, оқушылармен менің келесі тақырыбым болады векторлардың скаляр көбейтіндісі. Яғни қазір сіздермен отырып құрастырған викторинамды ертең өзімнің практикамда қолдана алатындай құрастырайын. Скаляр көбейтінді деп жазайын. Так. Скаляр көбейтінді. Яғни векторлардың скаляр көбейтіндісі. Тақырып таңдайын. Математика. Мына негізінен тесттің конструкторы ашылады осы кезде. Яғни енді қараңыздар, бізде келесі сұрақтың форматтары бар. Большой выбор дейді, яғни бірнеше сұрақтың ішінен біреуді таңдау. Флажок дейді, ол бірнеше сұрақтың ішінен бірнеше дұрыс нұсқаны таңдау. Заполнить бланк деген ол бос орынның орнына сөз жазу. Опрос деген сауалнама жүргізу. Не окончательное деген ол бағана сіздерден коллинияр векторлардың шартын сұраған кезде осындай сұрақты пайдаланған болатын. Ол кезде оқушы өз ойын жазады, оны тек мұғалім оқиды, бірақ бағаланбайды олар. Сонда қараңыздар, мына соңғы екі сұрақ, олар бағаланбайтын сұрақтар. Алғашқы үшеуі дұрыс жауабын тексеріп, автоматты түрде бағаланатын сұрақтар. Енді горка дегеніміз ол онлайн сабақ құрастыру, ол бүгінгі біздің мақсатымыз емес, вебинардың. Бұл жаңадан пайда болған функция. Енді көрейік. Бірінші тестті қараңыздар. Егер сіздерде өздеріңізде дайын тест жинағы болса, дайын тест болса, электронды түрдегі, онда өте жеңіл болады. Ондағы сұрақтарды көшіріп, мұнда қоя беруге болады. Егер жоқ болса, мұнда жақсы функция бар, телепорт деп аталады. Қараңыздар. Телепорт функциясын қалай қолдану керек? Мысалы, мен қазір телепортқа басамын да, скаляр көбейтінді деген тақырыптағы уже дайын тесттер бар ма екен? Осы жерден қарап отыруға болады. Яғни, оған дейін де жасалған тесттер шығады. Басқа мұғалімдермен енді қазақша мысалы іздедім, жоқ. Орысша іздейін. Скалярный деп ізде көрейік. Мына скалярное произведение векторов мысалы орысша бар екен, көріп отырсақ. Осы сұрақтардың ішінен таңдап отырып, маған өзіме ұнағанын мен добавить кнопкасымен өзімнің тестіме қоса аламын. Мысалы, біріншісі найти скалярное произведение векторов дейді. Мен өзіме қосамын. Екіншісі координаталар арқылы берілген векторлардың скаляр көбейтіндісін табу өте жақсы, өзіме қосамын. Одан кейін векторлар арасындағы бұрыш дейді, өзіме қосамын. Осылай әртүрлі тақырыптардан қарап отырып, мысалы мына тапсырманы өзіме қосайын. Міне, көріп отырсақ, мен бірден басқа мұғалімдер жасаған тесттардың ішінен қарап отырып, 4 сұрақты өзіме қосып алдым. Енді бұлар бірақ орысша, маған орысша жарамайды, сондықтан мен әрбір сұраққа редактировать деп басамын. Редактировать деп басамын да, мен аударамын. Екі вектор, мына жерге жаңа дейік. Найти скалярное произведение векторов. Яғни векторлардың скаляр көбейтіндісін табыңыз деп. Скаляр көбейтіндісін табыңыз. Яғни қазақша әріптерді терумен ешқандай қиындықтар туындамайды. Мына жақсы, бізге берілген тапсырманы бірден өзгерттік. Енді қараңыздар, темы тегов дейді. Яғни мына жерге теманы қосуға болады, бірақ өкінішке орай оны жалпыға барлығына қолдануға келмейді. Ол үшін ақылы платный аккаунт алу керек болады. Негізінен жақсы функция егер қолдансаңыздар. Енді осы сұраққа берілген минутты, қандай уақыт берілу керек осы сұраққа деген сұрақ ең төменгісінде тұрады. Мына 5 секундтан бастап 15 минутқа дейін уақыт беруге болады. Мысалға, мынаған 2 минут жеткілікті болу керек векторлардың скаляр көбейтіндісін табуға. Сол жағында, сіз оң жағында бірден ол оқушы кейін сіздің тапсырмаңызда қандай вариантта көретіндігін бірден көріп отырасыз. Міне, сақтайық. Сонымен бір сұрағымыз дайын. Екінші сұрақ. Мен жаңа бірінші сұраққа жаздым.
Векторлардың скаляр көбейтіндісін табыңыз деп сол текстті көшіріп алайын да мен екінші сұрақты өзгертейін. Мында көріп отырсақ сурет қойылған, яғни суретті де қоюға болады. Сақтайын. Мына вариант никакой из этих дұрыс жауабы жоқ деп жазайын. Мына осылай уже бірнеше сұрақтарды бірден оңай құрастыруға болады, яғни ешқандай материал іздеп, басқа да жерлерден сұрақтар, есептер іздеп қиналған жоқпын. Тек қана осы Quiziz'дің өзінің базасында бар сұрақтарды алып, қазақ тіліне аудару, сол мысалы қазіргі таңда жеткілікті болып отыр. Енді сіздер күнделікті практикаларыңызда қолданатын болсаңыздар, осындай Quiziz'ға арналған бір тесттік тапсырманы, яғни бір үй тапсырмасын құрастыруға бір 10-15 минуттарыңыз ғана кететін болады. Бірақ бір жақсысы, ол тапсырмаларды сіз кейін тексермейсіз. Quiziz автомат түрде тексереді де, сол кезде сіз уақытын үнемдейсіз. Сізге дайын оқушылардың нәтижелері келеді. Соның арқасында сіздер кері байланысыңызды тиімді беріп, оқушылармен жеке-жеке жұмыс істегенге ыңғайлы. Енді угол между векторами, векторлар арасындағы бұрышты табыңыздар. Векторлар арасындағы бұрышты табыңыз дейді. Жақсы. Енді ақырғы сұрақты алып тастайын да, біз басқа форматтағы сұрақ құрастырайық. Міне бұлар тест сұрақтары болды. Енді мен новый вопросқа басам да, мен сұрақ бергім келіп тұр, мысалы, оқушылар бос орынға жазатындай. Яғни, мен айтамын, біріншіден мынандай болсын. Ұзындығы бірге тең болатын вектор. Яғни міне сұрақ тұр, бұл жерге оқушы жауабын жазу керек, текстпен жазады. Енді мен тексттің оқушының дұрыс жауаптарын жазамын. Мен жазамын бірлік вектор деп жазуы мүмкін оқушы. Міне бірлік вектор, яғни оқушы бірлік деп жазса, ол дұрыс болады. Бірақ кейбір оқушылар бірлік вектор деп жазуы мүмкін, е? Сондықтан мен екінші вариантында жазамын. Бірлік вектор. Міне. Оқушы екі нұсқаның біреуін теріп жазса, онда оның жауабы дұрыс болып саналады. Енді қанша уақыт берілетіндігін таңдайық. Міне. Болды. Келесі тағы да бір типс көрейік, сұрақтың типін. Заполнить бар. Енді опрос деген сұрақты көрейік. Микрофондарды өшірсеңіздер, Нұрғазы Сейтқазыұлы. Әріптестер, микрофоныңыздарды өшіре тұрыңыздар. Және Нұрғазы Сейтқазыұлы, сізге бір сұрақ жазды. Математикадан есептерді теруге бола ма екен деп. Неме істеуге? Математикадан есептерді теруге бола ма екен? Әлде жеке? Болады қазір. Көрсетейін болады. Енді математикадан есептерді теруге болады ма деген сұрақ болса, бірден мына сұрақ арқылы жауап берейік. Мысалы, флажокқа қойын, яғни бірнеше дұрыс жауап болатын. Мысалы, қараңыздар, мына жерге текст теретін жерде сол жағында екі пункт бар. Біріншісі материал, ол біріншіден қараңыздар, сіздер сұрақ ретінде сурет қоя аласыздар. Қандай да бір аудио және видео, олар әрине ақылы түрде болады. Мұнда негізінен сурет қоясыздар, одан кейін математикалық формула қоюға болады. Міне. Егер сіздер қандай да бір тексттің ішінде математикалық формулалар, теңдеулер жазыларыңыз келсе, онда осы жерге жазасыздар. Мысалға, мен жазайын вектор міне. А векторы, мысалы. Мысалы, А векторы. Мысалы, векторды көрейік. 5. Так, дәрежесі. Дәрежесін әзірше қолданбай қойық. 5, одан кейін координаталары. 5 пен 12 болсын. Міне. Қойық. Міне, көріп отырсақ, математикалық формула редакторымен осындай нәтижеге келдік. Енді осы векторның ұзындығын таптық. Ұзындығын табыңыз дейік тапсырма ретінде. Енді біз дұрыс жауаптардың ішіне де математикалық формулаларды қоя аламыз.
біріншіден мысалға дұрыс жауабы бірнеше болатын қылып істедік қой. 13 дейік, дұрыс жауабы 13, иә, 25 қосып 144, иә, 13. Енді екінші тағы да бір дұрыс жауап енгізейін. Бұл жерде мен дұрыс жауапты түбір астымен жазайын. 169. Міне сонда оқушы екі дұрыс жауап таңдау керек. Енді келесісіне 17 дейік. Одан кейін мысалы түбір асты 289 дейік. Осылай бірнеше вариант қосайық. 7. Міне, яғни бізде математикалық формулаларды мына жеке батырма арқылы енгізуге болады. Бұнда қандай функциялар бар? Кәдімгі математикада кездесетін символикалардың барлығы бар деуге болады. Интеграл, дифференциалдау, шек деген амалдардың барлығы бар. Жақсы. Міне, сонымен тағы да бір, яғни екі дұрыс жауап бар болатын сұрақты енгіздік. Келесі жаңа тип енгізейік. Бұл сауалнама сұрағын енгізейік, яғни опрос. Бұл жерде біз оқушымен кері байланыс, яғни оқушының рефлексиялық сұрақтар ретінде қоюға болады. Өте тиімді болады. Ол бірден біз тақырыпты қаншалықты түсінгендігін, қандай қиындықтар бар екендігін анықтауға болады. Мысалы, тақырыпты мен әдетте әрбір сабаққа осындай сұрақтар қоюға тырысамын. Қаншалықты түсіндіңіз? Енді біз қазір варианттар істейтін болсақ, 1, 2, 3, 4 балдық системамен бұл жерде оқушы өз-өзін бағалайды, иә. Мына жерге тағы да жазып қоюға болады. 1 ол мүлдем түсінген жоқпын, 5 толық түсіндім дегендей. Және қанша уақыт беру керек? 30 секунд жеткілікті деп ойлаймын. Енді тағы да сұрақтың бір түрі. Новый вопрос, неокончательный дегенді таңдайық. Бұл жерде оқушының қандай да бір тексттік жауабын тосамыз біз. Тексттік жауабы үлкенірек болуы мүмкін. Мысалы, мен қоямын. Қандай сұрақтарыңыз бар? Тағы бір сұрақ дейді. Дайын болған тест оқушылары қалай жіберіледі? Жеке-жеке ме, әлде чатқа жібереміз бе? Қазір дайындап болайық, содан кейін мен жіберу туралы тағы да айтамын. Міне. Сонымен міне қандай сұрақтарыңыз бар деген сұрақ болды. Яғни сонда бұл тест оқушылар орындаған кезде біріншіден тақырып бойынша тапсырмаларын орындайды. Екіншіден өзінің түсіну деңгейін бағалайды, яғни өзін бағалау процесі жүреді. Соңында егер оқушыда тағы да осы тақырып бойынша сұрақтар бар болса, сұрақ қоюға мүмкіндігі бар. Яғни бір викторинаның көмегімен бірнеше мұғалімнің мен оқушының арасындағы бірнеше байланыстың түрлерін көрсетуге болады. Енді қараңыздар, біз 15 минуттай отырдық, тест құрастырдық. Енді жаңағы келесі қадамымыз осы тестті біз оқушыларға қалай жеткіземіз деген тұрады. Ол үшін жоғарғы жақта сделано деген батырмасы. Енді бұл жерде тесттің қандай да бір сурет қоюға болады. Одан кейін тілді таңдау керек. Мысалы, бұл тест қазақ тілінде, иә. Қазақ тілін таңдайын. Қазақ тіліндегі тест. Қай кластарға арналған? Әдетте 8-9 кластар, 9-ден. Одан кейін тесттің түрін таңдайсыздар. Публичный деген ол барлығына көрінеді. Яғни, мысалы, 27-ші мектептің мұғалімі бір тест жасап, оны публичный десе, дәл сол тестті, мысалы, басқа 39-ші мектептің мұғалімі қолдана алады. Тіпті сіздер қаламызда өте көп мұғалімдер болғандықтан, қандай да бір тақырыптар бойынша бөлініп алып, бүкіл бір сынып төңірегіндегі барлық сабақтарға осындай база құрастырып шығуға болады. Бір-бірінікін қолдана беруге болады. Одан кейін приватный деген бар, ол тек қана сізге көрінеді, басқа мұғалімдер сіз жасағанды қолдана алмайды. Мен публичный деп жасаймын, сақтайын. Мына, тест сақталды. Енді келесі мәселе осы тестті үй тапсырмасы ретінде беру. Немесе біз тарату жолдарының бірнеше тәсілі бар. Біріншіден ол начать живую деген бар. Егер сіздер осылай онлайн сабақ өткізіп жатсаңыздар, бағана мысалы біз осы вебинардың басында мен живую деп қостым да, сіздер барлықтарыңыз кіріп, мен сіздердің нәтижелеріңізді көріп отырдым. Одан кейін назначить домашнее задание, енді бүгінгі біздің тақырыбымызға сәйкес үй тапсырмасын қараған кезде бізде келесі баптаулар шығады. Біріншіден, пользовательский крайний срок дейді. Яғни,
біз былайша айтқанда дедлайн дейміз ғой, соңғы күн қашанға дейін үй тапсырмасы орындалу керек. Мысалы 15-іне дейін болсын, мұнда мысалы кешкі 7-ге дейін. Міне бұл сілтеме сонда қазір біз алатын 15 қыркүйек кешкі 7-ге дейін жұмыс істейтін болады. Одан кейін бізде таңдауға болады келесі баптауларда. Біріншіден бонусы дейді. Ол жерде бағанағы суреттер әртүрлі, егер 3 сұраққа қатар дұрыс жауап берсе балл қосылады дегендей әртүрлі бонустар беріледі. Одан кейін уақыт көрсетіп отыр оқушыға, яғни уақыт қанша қалғанын көрсетіп отырады. Одан кейін показать таблицу лидеров деген бар. Ол сіз оқушы тапсырманы орындаған кезде басқа балалармен жарысып отырып, кім бірінші, кім екінші тұрғанын көріп отырады. Сәйкесінше перемешать вопросы деген ол сұрақтардың орнын ауыстырып тастау. Оны мен өшіріп қойдым, өйткені менде жаңа ең соңында рефлексиялық сұрақтар болды, олар ең соңғы тұрған дұрыс, сондықтан мен перемешать вопросы дегенді өшіріп қойдым. Сұрақтар мен қандай ретпен жасадым, сондай ретпен қойылады. Енді перемешать варианты ответа деген ол сұрақтың ішіндегі нұсқалардың орнын ауыстыру. Одан кейін ары қарай ол жалпы осы викторинаның барысындағы нәрселер, ол музыканы қосу, өшіру деген сияқты. Одан кейін мемдар, яғни әртүрлі суреттер көрсетіп отырады. Сондай. Одан кейін redemption деген ол қате сұрақтарға қайтадан жауап беру мүмкіндігін беріп отырады. Ондай да қосуға болады. Енді бәрін баптауларды істеп алғаннан кейін продолжить басамыз да. Мына, егер сіздер Google Classroom-ды қолданатын болсаңыздар, енді ондай мұғалімдер бар деп ойлаймын, бірнеше жыл болды Google Classroom Қазақстанда кең тарап келеді. Онда поделиться ссылкой деп Google Classroom таңдап, сізде Google Classroom-да бар класстарды таңдап, оларға бере салуға болады. Сонда осы QS-пен орындаған үй тапсырмасы Google Classroom-ға бірден бағасы қойыла салады автоматты түрде. Егер сіздер Google Classroom-мен қолданбасаңыздар, келесі тәсіл бар. Мына Join My Quiz деген сайт бар. Мына ашайық. Join My Quiz-ға кірген кезде оқушыдан пароль сұрайды. Мұнда менікі енгізіліп тұр, уже менің аккаунтым тұрғаннан кейін. Негізінде оқушыдан пароль сұрайды, сол пароль осы болады. Яғни Zoom-ның конференциясына кірген сияқты пароль сұрайды. Немесе мына сілтемені көшіріп алуға болады. Сілтемені көшіріп алсаңыздар, кез келген тәсілмен бере бересіздер. Мысалға, осы вебинардың ең басында мен сіздерге сілтеме беріп, сол сілтеменің көмегімен бастадық. Одан кейін барлық оқушылар тапсырмаларды өтіп жатқан кезде мына жерде точность вопросы, мына жерде оқушылар саны қатысқан, солардың барлығы в реальное время дейді ғой. Сіздер тапсырманы орындап жатқан кезде бірден жаңарып, бүкіл информация сіздерге көрініп отырады. Одан кейін егер үй тапсырмасын уақытынан бұрын барлығы орындап тастаса, сіз отчетты алу үшін сіз конец задания дейсіз. Сол кезде осы үй тапсырмасы жабылады, және мына отчетының ішінде осы үй тапсырмасы бойынша барлық отчеттар толық түрде көрсетілетін болады. Немесе Google Classroom-ды қолдансаңыздар, бірден Google Classroom-дағы оқушылардың бағалары қойылады. Сіздер конец заданияны баспайынша Google-дағы оқушыларға баға қойылмайды, тосып тұрады. Енді бізге осы вебинарға 40 минут уақыт берілген болатын. Қазіргі таңда 5 минут уақыт қалды. Негізінен мен өзім жоспарлаған нәрсенің бәрін көрсеттім деп ойлаймын. Яғни сіздер бір рет ойнап көрдіңіздер оқушы ретінде. Осы викторинаны құрастыруды басынан аяғына дейін көріп шықтыңыздар. Енді сіздердің сұрақтарыңыз болса, мен сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Осы вебинарды көшірмесі болады ма дейді. Иә, бағана болады деп айтылған, видеосы сақталады деді. Иә, болады. Ол видеоны Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының сайтынан көре аласыздар. Новости деген вкладканың ішінен. Жақсы, құрметті ұстаздар, тағы сұрақтарыңыз бар ма? Қойып алыңыздар, осы соңғы минуттар сіздерге арналған, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп отырамын. Соңғы сайтқа тек парольмен кіре ме оқушы дейді. Қараңыз, егер сіз викторина жасаған кезде, мысалы, сілтеме құрастырсаңыз, бағана осы чаттың ең басын қарасаңыз, мен сілтеме жібердім. Сілтемемен жіберсеңіз, оқушыдан пароль сұрамайды. Тек оқушы өзінің атын жазады да қатыса береді. Егер сіз оқушыға бағанағы сайт арқылы кірсе, Join My Quiz сайт арқылы кірсе, онда сіздің викторинаңыздың паролі керек болады. Ол
басқа кез келген адамдар сіздің үй тапсырмаңызды кіріп кетпеу үшін жасалған шара ғой. Сондықтан сілтемемен берген негізі ыңғайлы. Егер Google Classroom қолданбасаңыз, сілтемемен бере салған ыңғайлы. Бірден пароль ештеңке сұрамайды. Оқушының тіркелуі қажет емес, жай атын жазады да бастай береді. Рахмет, түсінікті дейді. Әріптестер, сұрақтарыңыздар бітсе, онда... Қоюға бола ма? Иә. Сәлеметсіздер әріптестер. Мынандай сұрақ болса, мен кешіктіріп едім, жаңағы программаны басында айтып кеттіңіздер ғой, мен сол жерін есіме қалдым да, қалай кіреміз? Енді браузерға кіріп, Quizzes деп жазсаңыз, мына вебинардың тақырыбында тұр ғой аты. Жазсаңыз бірден шығады, quizzes.com деген сайт, сол сайтқа кіріп, сол сайтта жұмыс жасайсыз. Негізінен бұл вебинардың записі толығымен сақталады, басынан аяғына дейін. Бас жағын көре алмай қалсаңыз, артынан кіріп, бас жағын ғана қарап шығуға болады. Сайттан алынады ма? Иә, оны отдел образования жауап береді о жағына. Негізі сайтта болады деп айтылды. Рахмет. Новости вкладкасында. Отдел образования сайтында новости деген вкладкада болады дейді запись. Жақсы, құрметті ұстаздар, енді сұрақтарыңыз жоқ болса, бүгін негізі осы вебинарға 40 минут берілген болатын. Біздің уақытымыз аяғына келді. Сіздерде қоятын сұрақтарыңыз жоқ болса, мен өз айтарымды болдым. Тыңдағандарыңызға рахмет. Белсенді қатысқандарыңызға рахмет. Нұрғазы Сейтқазыұлы, вебинар жазылды. Сізге осындай вебинар үшін үлкен рахмет. Әріптестер, бұл вебинардың видео жазбасын Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы сайтынан көре аласыздар. Новости деген вкладканың ішінен. Рахмет. Рахмет көп сіздерге. Рахмет. Рахмет.